Шашым деген көтеріліп ішім осындай кетті. Шашымды жинап алдым. Енді қазір жанатын боламын. Енді қазір мен сүлгімен беттеріңізді былай ысқылап сүртпеңіздер, только осылай бүйтіп тоналка жаққан кезде губканы осылай ұрып жасайсыздар ғой, тура сол сияқты сүрту керек. Енді бетіме крем жағамын. Енді магазин жаққа барам. Сосын қазір мен завтракқа жұмыртқа қайнататын боламын. Жұмыртқаны қойдым. Енді қазір мен су ішіп жатырмын. Үйге барып душқа түссем ба деп тұрмын. Басымды жуып, сосын көреміз тағы да не істейтін. Одан кейін мен айтпақшы кітап оқимын. Мен кітап электронны оқып жүрмін. Time Management деген. Оның қазір мен 190-шы бетте жүрмін. 265 па сондай бет. Сол бітірейін деп қалдым оны да. Бүгін примерно 1:30 бет оқитын шығар, может. Бүгін бітіріп тастаймын. Көреміз. Мен киім шашылып отыр. Осы киімдерді жинауым керек. Жинап тастайын қазір. Мен бағана басымды жуып болдым, душқа түстім. Только басымды ғана жуам деген басында, кейін сосын полностью душқа түсіп ұқтым. Потом мен кірпігімді алып тастадым. Мен андай 1 айлық клейді жақпаған болатымын. Просто өзіме жабыстырғаннан кейін 3-4 күндік клей ұстайтын жабыстырғам. Но бағана суға ішім просто бүйтіп тысқап бәр. Сөйтіп ладно дей салдым. Но мен басында негізі 1 айлық клейді жабыстырам ба деп ойладым, бірақ ол дұрыс жабыспай қалса тағы кірпігімнің бәрін жұлып тастаймын. Сол себепті оны жабыстырған жоқпын. Келесі жолы мен 1 айлық клеймен жабыстыратын боламын. Сол кезде көреміз қалай жабысады екен. Әзірше не надо. Оны мен істегім келіп тұрған жоқ өзіме. Просто біреуге істеген кезде ол нормально болады. Оны біліп отырасың да, қай жерге жабыстырған. Ал өзіңе жабыстырғанда сен қай жерге жабыстырған тіпті білмейтін. Наращиваниенің клейі вообще ол бірден қатырып тастайды. Мен себеп өзім жасаймын. Вот. Егер сіздер менің басқада қырларымды, осы ютубтан басқа қырларымды көргілеріңіз келсе, онда менің инстаграмыма жазылсаңыздар болады. Және де менің инстаграм страничкамнан басқа өзімнің қолмен жасалатын заттарым, кірпік, тырнақ, наращивание, ресниц барлығын сол жаққа салам. Және де ол қалай шыққанын барлығын көрсетемін. Сол жақтан сіздер подписаться жасап көрсеңіздер вообще күшті болады. Мен қуанам. Және сіздерге де ұнайды деген ойдам. Ол канал Жұлдызка Queen. Жұлдызай Official Queen емес. Бірінші страницам Жұлдызка Queen, екінші страницам ол Жұлдызка, по-моему, Жұлдызка Official Нұрсұлтан деп жазылып тұр. Нұрсұлтан қаласында атымен тіркелген. Менің неге екінші страничкам, яғни Жұлдызка Official Нұрсұлтан деп тіркелген? Ол себебі мен Нұрсұлтан қаласында оқығаннан кейін, сол жақта жұмыс істегеннен кейін мен сол қаланың атымен шығарып қойған болатым. Мен қазір белочка сіздерге де совет берем. Желаемыздар. Белочка.
жаңғақ бар сыртында, шоколад сондай. Болды. Сіз осы жерден тоқтаңыз, бірақ мені күтпеңіз. Мен сізге қайта видео. Серуендеп түнгі алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен. Сенің салған әніңмен қолымызда тәтті ұнаттым мен. Серуендеп түнгі алматтым мен. Қазір сағат 12:30 болды. Мен үйге келдім. Үйге келіп, қазір мен кірді жаям бірінші. Одан кейін барып бетіме бүгін маска жасайтын боламын. Бағана киімдерді салып кеткен болатынмын. Қазір осыны жаямыз. Қазір мен мына қара вандамкамды тағам, потом жонт болғаннан кейін мына розовый вандамканы тағатын болам. Бұл розовый вандамкамен мен маска жасайтын болам бетіме. Қазір сіздерге 4 түрлі масканың ішінен қайсысын таңдарымды көрсетсем. Кеттік. Менде выбор мынаған түсіп тұр. Розаға. Розовый түсті. Önce осына жақын келіп тұр. Осы масканы қолданам. Мен бет оғымды тазалап жуып алдым. Енді қазір маска жасайтын болам. Мынандай розадан. Мөлдіреген тұнық көзің, ежіреген сұлу жүзің, көрсе болды күлім дейді жанарым, тәп-тәттісің сенің өзің. Ой, күлкісі қандай, езуге тартылған ямочкасынай, әдемі өрнек ой қандай. Ой, күлкісі қандай, езуге тартылған ямочкасынай, әдемі өрнек ой қандай. Қарындасымсың көз тимесе